Күн яхшы булсын, Ногайл FM радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Өрмәтле радио тыңлаушылар, бүгін біздің радио көпірімізде өнерлі қызымыз Қалимат Лұқманова. Ол Ноғай районымыздың Ленин ауылының яшаушысы, бүгінлерде Москва қалада ауыл хозяйства Российский академиядың екінші курсында оқиды. Сонымен бірге ол Москвада озатаған бәрі шараларда да белсен қатнасады, Ноғай тілін, әдебиетін, тарихын бек сүйеді. Еміне яңларда Москвада озған халықлар ара туған тіл байрамына бағысланған шарада белсен қатнасты. Бүгін бізге Қалимат Лұқманова хабарлап айтар деп сенемін. Сол шара ақында қайтып озғанын, кімлер қатнасқанын біз де білгіміз келеді. Қалимат, саға сүйіп сыйлап сөз береміз. Бізге тізіп бәрінде хабарласаң екен. Бас қаладан радио тыңлаушыларға Ноғай халқыма икөн салам. Тек бір-екі күн аряғында ана тіл байрамын байрамладық. Сол байрамында мен сізді құттықтаймын. Москва қаласында болған шарадың хабарында біршке айтқым келеді сізге. Увыт айдың 21 күнінде Москва қаласында Ноғай ямағаты ана тілге бағысланған шара озғарды. Мен біліп 25 студент қатнасты сол шарада. Мен де солардың санында едім. Қатнасушылар түрлі университетлардан, институтлардан, түрлі кеспілер бойынша оқитаған студентлар еді. Өз қиын салдылар сол шарады әзірлемеге шарадың етекшілері егітлеріміз Шамиль Курптурсунов, Русланбек Бальгишеев, Ноғай ямағатының маслағат члені Темирхан Аразбаев. Иында басқа ерлерден келген яс үйкөнлер де бар еді. Келген қонақларды Россия мұсырманларын дін басшылығының СКФУ бойынша вәкілі Қазият дін ұйымының жетекшісі Рашид Яхия ұлы Аказиев алғы сөз айтып, игі үгітлерімен саламлады. Сыйлы қонақлардың арасында бар еді Ханты-Мансийский автономный округтағы Югра Ноғайлардың представителі Арсланәлі Ахмадинұлы Карамұрзаев. Сүргүт қаласынан келген Арсланәлі ақамыз өз саламын ерауларын айтпаға шықты. Соң студентлар ара көп түрлі ойынлар озғардылар. Бізді 5 командаға бөліп 4 кесеклі ойын ойнадық. Әр командадың өзінің аты бар еді. Біреудікі лашын құслар, екіншідікі ақ сұңқар, үшінші ноғай маңғытлар, 4-ші бейбарс деп салдылар. Біздің командадың аты тәтлі кәмпет еді. Ойнадық сөз шешу ойынына. Бұл ойында бәрі келгенлер өзінің қайтып ана тілін білет ағанын тергемеге болаяқ еді. Бірінші турда командаға карточкеде yazылған сөзді ойлап тау керек еді. Екінші турда әр командадан бір қатнасушы яңылыстан сөзді оқиды, біз болсақ сөзді дұрыс кебінде айту керек едік. Үшінші турда әр командадан бір әдем шығып, қолларын қозғап сөзді білдірту керек еді. Басқалар қайдай сөз екенін айту керек еді. 4-ші ызғы турда командаларға түрлі сұраулар беріп, явапқа тек дұрыс, дұрыс тул дегенін есту керек еді. Ызында бірінші орында алды лашын құслар. Бәрі алдығы орында алған қатнасушылар сандық деген бірінші Ноғай интернет дүкенінің әру сауғаларымен сауғаландылар. Бірінші үшінші турдың арасында бізге тыншаю заман берділер. Әру ас суман сыйладылар. Шараға яс қызларымыз өз қолларымен пісірген түрлі затлар әкелділер. Студентлар бір-бірісімен танысып, хабарласып, карточкаға түсіп, зауық болдылар. Бәрі де ойынға тоймадық деділер.
әлде бізді тез-тез сөйтіп жинаңыз деп тіледілер. Я сүйкөнлеріміздің йорауларын, насихатларын да тыңладық, өз разылығымызды білдірдік. Сол заманда мен де өзімнен бір кішкей сөз қостым. Сәлімет Ахматовнаның «Ноғай тілім» деген ятлауын оқыдым. Бек күшлі сөзлермен, терең оймен жазылған ятлау бәрі келгенлердің жүрегіне тиді деп ойлаймын. Ятлаудың ызғы сыдыраларын тағы да бір қайтаралап оқыдым. Сондай күшлі сөзлермен ұшын айтса жазылған. Яшағанша ноғай тілім арада, йойылмаяқ халқым менің дүнияда. Сол көрі біз болған шақыл, бізім тіл тұрған шақыл, бізім ноғай деген атымыз да тұраяқ. Әр адамға ана тілі ең баа зат бұл яшауда. Егер қорқынышлы, йойтылма тұрған әлгі түссе, бәрімізді қиналма керекпіз деп тіліміз үшін ойлаймын. Ана тіл қайсы халықтың да яны жүрегі. Ана тілсіз бір миллетті сау қалмайық, бір миллетті яшамайық. Сол көрі мен бәріне де тілеймін, шақырамын тілімізді сақлайық деп. Бұл сөздерді мен сол шарада да айттым, әлді радио тыңлаушыларды есткенін сүйемін. Ейінда я сүйкөн сөзін айтпаға шықты ноғай ямағатының ақсақалардың бірісі Мурат Расилұлы Заргишиев. Сондай әру сөзлер, ятлаулар бүгін айтылғанда менің жүрегім көтеріліп, сүйініп кетті деді бізге Мурат ақай. Өзінің белгілі орыс шайыр ақын Константин Симоновтың «Жди меня» деген ятлауын ноғай тілге көшірілген кебінде оқыды. Сол ятлауды Мурат ақай өзі көшіріпті ноғайшаға. Сол көрі, икон сауыл айтқым келеді бас қаладағы ноғай ямағатына бізді сөйтіп жинағанына, бізге ана тілімізді ескерткеніне, айырым сауыл Сәлімет Ахматовнаға бізді сондай оқып тойып болмаста ятлауларман сүйіндірт етеғанына. Біз ноғайлар, күшіміз бірлікті. Сау болыңыз. Сау бол, Калимат, қалай ұру таза, емсақ сөйлейсің ноғай тілімізде. Сөйтіп сені бүгін тыңлағанда жүрегіміз көтерілді, өсті. Ноғай халқымыз бір тілде, бір ниетте, бас қаламызда сөйтіп жиналып, тілімізге мәне беріп, сондай яратушылық yolығыз озғарғанына өктемсейміз, жүрегіміз бір елі өседі. Ертеңгі күніміз ашық болаяғына, сондай ясларымыз тұрған шақылы тіліміз сақланаяғына шекленмейміз. Аяулы радио тыңлаушылар, бүгінгі біздің yolығысуымыз сізге де бек ярағандыр деп сенеміз. Бәріңізге де разылығымызды білдіреміз. Аман тұрыңыз, көріскенше күн.